Инстаграмда хит болып жатқан қожелі мантысын бір жемедік пе дегеннен кейін жолдасым, қой мен де бұл хит мантыны жасайын дедім. Негізі бұл мантыға ұсақтап туралған ет, құйрық май, пияз ғана қосады, бірақ мен одан сайын тәтті болсын деп картоп пен асқабақты да қосуды жөн көрдім. Тұздықтарын қосып араластырып, кәдімгі мантының қамырын илегендей жұмсақтау етіп бірақ қамыр илейміз, және видеода көргендеріңіздей өте жұқа етіп барлығын жайып аламыз, және осылай үлкен-үлкен етіп төртбұрышты бөліктерге бөлеміз. Қолыңызбен тартып жайып жіберсеңіз де болады. Ішіне бір ас қасықты толтырмай фаршымызды салып, осылай түйіп шығамыз. Тура видеодағыдай барлығын түйіп шығатын боламыз. Ішіне фаршымызды жайып саламыз, және майланып тұрған табамызға, немесе осындай сетка болса сеткаға, әр мантының үстін сұйық маймен майлап отырып, жиектерін осылай бірінің үстіне бірін айқастыра отырып салып шығамыз, және тарсылдап қайнап тұрған суымыздың үстіне қойып тура 35-40 минут пісіреміз. Негізінде отыңыз қатты шығып тұрса 25 минутта да тез пісіп қояды. Міне өзіңіз қалағандай кез келген тұздықпен ұсынсаңыз болады. Баршаңызға ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіз.